Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге қандай банктен депозит ашқан тиімді сол жайлы айтатын боламын. Осы жылы наурыздан бастап депозиттерге кепілдік беру қоры депозит бойынша шекті мөлшерлеме белгілеуді тоқтатты. Яғни банктер депозит ақысын өздері белгілейтін болады. Қазір елдегі қаржы ұйымдарындағы депозит мөлшері қандай? Қай банкте ақша жинаған тиімді? Банктердегі депозиттік мөлшерлемелер әртүрлі факторларға байланысты өзгеріп отырады. Оған депозит мерзімі, банктік саясат немесе нарықтағы жағдайда әсер етуі мүмкін. Каспий банк тұтынушыларына екі түрлі депозит ұсынады. Каспий депозит номиналды мөлшерлемесі 14%, кемінде 1000 теңгеден бастап салу керек. Сақтау мерзімі 12 ай. Кез келген уақытта депозиттегі ақшаны шешіп алуға болады. Каспий жинақ мөлшерлемесі 17%-дан, кемінде 500 000 теңгеден бастап салу керек. Сақтау мерзімі 6 ай. Оған дейін шешіп алуға болмайды. Егер ертерек жапқыңыз келсе, сыйақы мөлшерлемесі берілмейді. Алтын банк. Бұл банкте алтын қор, резерв плюс атты бірнеше депозит түрлері бар. Номиналды мөлшерлемесі 13%-дан 17%-ға дейін жетеді. Бірақ депозитке кемінде 10 000 теңгеден бастап ақша салуыңыз керек. Алтын қор атты депозитке қаржы мерзімінен бұрын шешіп алуға болады. Бірақ шотты кемінде 10 000 теңге қалуы қажет. Ал резерв плюс атты салымдар ақшаны уақытынан бұрын шешіп ала алмайсыз. Кемінде 3 айдан 3 жылға дейін қаржы жинауға болады. Жусан банктегі депозит мөлшерлемесі 14%-дан 14-7 аралығын құрайды. Кемінде 1000 теңгеден бастап салуыңыз керек. Кез келген уақытта ақшаны салып, кез келген уақытта шешіп ала беруге болады. Қаражатыңызды 3 айдан 1 жылға дейін сақтай аласыз. Сондай-ақ жоғарғы оқу орнында білім алу үшін қаражат жинауға арналған ақыл атты депозит бар. Жылдық мөлшерлемесі 12-7%-дан 3 жылға дейін сақтауға болады. Атап өтетін нәрсе, мемлекет тарапынан берілетін 5%-лық сыйақы да бар. Home Credit Bank. Бұл банкте депозиттің бірнеше түрі бар. Номиналды мөлшерлемесі 13-8%-дан басталады. Кемінде 1000 теңге салып, 12 айға дейін жинай аласыз. Сберегательный Home және Сберегательный Акцион атты депозиттерде номиналды мөлшерлемесі 13-197%-ден 16-155%-ға дейін. Кемінде 100 000 теңге салуыңыз керек. Депозит 2 жылға дейін жетеді. Сондай-ақ Қазпошта бөлімі арқылы да депозит рәсімдей аласыз. Мөлшерлемесі 13-8%-ды құрайды. Халық банкте депозиттің екі түрі бар. Әмбебап депозитіне жинақ кемінде 1000 теңге салуыңыз керек. Мерзімі 12 ай. Кез келген уақытта толықтырып, немесе қаражатты шешіп ала беруге болады. Максималды жинақта қаражатты 2 жылға дейін жинай аласыз. Кемінде 15 000 теңге салуыңыз керек. Бірақ мерзімінен бұрын шешіп алу қарастырылмаған. Банк РБК. Банкте бірнеше депозит түрі бар. Грант жинағындағы депозит мерзімі 2 жылға жетеді. Пайыздық мөлшерлеме 16%. Мерзімінен бұрын шешіп алуға болмайды. Егер балаңыздың болашағы үшін қаржы жинағыңыз келсе, Dream депозитін таңдаңыз. Номиналды мөлшерлемесі 13-5%-ға жетеді. Мерзімі 3 жыл. Freedom Bank. Банкте 3 түрлі депозит бар. Жинақ депозитінде номиналды мөлшерлемесі 9-2%-дан 15%-ға дейін жетеді. Теңге, еуро, доллар немесе рубльде сақтауға болады. Кез келген уақытта ақша толықтырып, қайта шешіп алуға болады. Стратегия депозитінде мөлшерлеме 7-2%-дан 16-5%, ал капитал депозитінде 6-4%-дан 17-5%-ды құрайды. Мерзімі 2 жылдан 3 жылға дейін, бірақ уақытынан бұрын қаражатты шешіп алуға болмайды. Forte банкте 2 депозит түрі бар. Кез келген уақытта ақшаны шешіп ала беретін. Жинақта мөлшерлемесі 12-8%-дан 14%-ға дейін жетеді. Кемінде 1000 теңгеден бастап салуыңыз керек. Мерзімі 1 жыл. Екінші депозитте қаражатты мерзімінен бұрын шешіп алуға болмайды. Мөлшерлемесі 14%-ға дейін. Кемінде 100 000 теңге салуыңыз керек.
Айта кетейік, аталған банктердің барлығы депозиттерге кепілдік беру қорында тіркелген. Яғни қаржы ұйымдарының бірін аяқ астынан банкрот болса, немесе басқа жағдайға ұшыраса, сіздің депозитіңіз күйіп кетпейді. 10 миллион теңгеден 20 миллион теңге аралығында жинақ үшін депозиттерге кепілдік беру қоры өтемақы береді. Депозит таңдағанда неге мән беру керек? Сыйақы мөлшерлемесі. Жоғарғы мөлшерлеме жоғарғы табыс әкеледі. Депозит мерзімі. Ұзақ мерзімді депозиттер әдетте жоғарғы мөлшерлеме ұсынылады. Толықтыру және ішінара алу мүмкіндігі. Кейбір депозиттерде бұл мүмкіндіктер шектеулі болуы мүмкін, бірақ олар жоғарғы мөлшерлеме ұсынады. Депозит ашпас бұрын әр банктың шарттарын мұқият зерттеп, өз қажеттіліктеріңізге сәйкес келетінін таңдаған жөн. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.